Дәл осы ауа райының қолайсыздығынан солтүстік Қазақстан облысының диқандары зардап шегуде. Аймаққа қар ерте түсіп, салдарынан егінді ору, жинау қиынға соғып тұр. Егінін рәсуа етпей жинап алғандар санаулы ғана. Қайрат Жәнібековтің шаруашылығы аса үлкен емес. 1400 гектар алқапқа дән егеді. Биылғы түсімі де жақсы. Гектар берекелігі 15 центнерден айналды. Қазір жинап алған бидайды кептіріп, тұқым қорын әзірлеуге кіріскен. Диқанның биыл қиындық көрмеуіне мемлекеттік бағдарлама көп көмегін тигізді. Биыл Егінжаев программасынан фонд финансовой поддержкадан кредит алдық. Сол кредит жандармаймен семенаға жібердік. Сол көп көмек болды. Сол биыл онды сеуіп, вовремя кредиттің арқасында кішкене өзімізге көмек болды. Сол көмекпен биыл кішкене уборкамызды жақындатып, алғанша алдық. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының көмегімен биыл облыста 95 жоба жүзеге асырылды. Оның көбі дәнді дақылдар өсіру мен мал санын көбейту және ауылда шағын кәсіпкерлік нысандарын ашу секілді маңызды бағыттар. Егінжай бағдарламасы бойынша 2010 жылдан 2014 жылдар аралығында сомасы 786 миллион 390 мың теңгенің 246 жобасын, соның ішінде үстіміздегі жылы сомасы 380 миллион теңгенің 95 жобасын қаржыландырды. Қайрат Жәнібеков осыдан 2 жыл бұрында мемлекеттік бағдарламаға қатысып, асыл тұқымды ірі қара сатып алған болатын. Қазіргі күні шаруашылықтың бұл түрінде дамытып келеді. Өйткені астық шықпаған жылдары мал етін саудалап шығынға батпауына сеп болады. Сондықтан мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау диқандар үшін үлкен көмек екенін айқын сезінген. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Мусинбаев, Ұлттық арна, Солтүстік Қазақстан.